Сәлем баршаңызға. Небәрі 10 минутта дайындалатын, осындай дәмді, жұмсақ болып пісетін пицца дайындаймыз. Таңғы асқа немесе түскі асқа балаларға дайындап берсеңіз, өте жылдам дайындалады. Құрамы сметана. Менде бар сметана, осындай 20% сметана. Осыны қостым. Құрамы сметана. Сметанаңыз жоқ болса, кефир немесе айран қоссаңыз болады. Сметанамызға жұмыртқа қосамыз. Мен бұл жерде сметанам кішкене артық болғаннан кейін барын қостым, және бір жұмыртқаны артық қостым. Сметанамызға тұз салып, жұмыртқаны үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын оның үстіне ұн қосамыз. Негізі құрамына 8 ас қасық ұн қосу керек. Менде сметана мен жұмыртқа кішкене артық болғаннан кейін 10 ас қасық ұн қостым. Басқа да осындай жеңіл, тез дайындалатын рецепттерді менің каналымнан көрсеңіздер болады. Лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін ұнды қосып, венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтау тесто шығады бізде. Сосын сковородкаңыздың көлеміне қарай үлкен бір пицца қылсаңыз да болады. Менің сковородкаларым диаметрі кішкене болғаннан кейін 2-ге бөліп пісіремін. Сковородкаңызды осылай құрғатып дайындап аласыз. Сосын кішкене сұйық маймен майлап, тестамызды құйып, үстіне өзіңіз қалаған колбаса, сыр, қызанақ или тұздалған қияр салсаңыз да өз еркіңізде. Осылай дайындап алдым. Майонез кетчуп жақсаңыз да болады. Ұнатпайтындар болса, майонез кетчупсыз да жасауға болады. Мен біреуін бұл жерде майонез кетчуппен жасадым. Біреуіне майонез кетчуп жақпадым. Осылай жағып, үстіне өзіңіз не қосқыңыз келеді, соны қосасыз да, орташа отта бетін жауып, орташа отта 8-10 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Ең соңына осылай үстіне сыр, теркадан өткізіп сыр саламыз. Мінекей осындай жұмсақ, дәмді пицца шығады. Уақытыңыз тығыз кезде жасасаңыз, өте тиімді. Жасап көріңіздер, ас болсын.